қыздар, бүгін біз чак-чак дайындаймыз. Чак-чактың қамырына 250 грамм ұн, 50 грамм сары май, 1 чай қасық разрыхлитель, жарты чай қасық тұз, 2 жұмыртқаның сарысы, 2 жұмыртқаның сарысы, 2 қасық ас қасық қаймақ, және 100 мл су керек. Енді осыны біз қазір қосып қамыр илейміз, чак-чактың қамырын. Оған біз саламыз майды жұмсатып алдын ала холодильниктен шығарып жұмсатып қоясыздар. 2 жұмыртқаның сарысы керек. Тұзымыз керек. 2 қасық қаймағымыз керек. Араластырып аламыз. Разрыхлитель ұнға салып, одан кейін бірге саламыз ұнды. Ұнды, қыздар, ұнды не көп, не аз болып кетуі мүмкін. Сондықтан байқап саласыздар ұнды илеген кезде. Алдымен ақырындап илеп көріп, оның кейбір ұндар суды көп керек етеді, кейбір ұндар суды аз керек етеді. Сондықтан осылай чак-чактың қамырын илеп аламыз. Мінекей қыздар, осылай қамырымызды илеп алдық. Енді оны холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз жарты сағат холодильникте тұрды. Енді бұны жақсылап жайған сияқты жайып аламыз. Оның ішіне мынандай крахмалмен кішкене ұнды араластырып, сеуіп отырып жаямыз. Мінекей. Міне қыздар, енді қамырымызды жайып алдық. Енді біз қазір чак-чагымызды осылай кесіп дайындаймыз. Қазір осылай алдымен полоска қылып кесіп аламыз. Бұдан чак-чакты, хворосты неше түрлі пісіруге болады, қыздар, осы тестадан. Мен осы қамырдан қазір осылай нетеміз де, енді осы жіңішке қылып кесіп, жаңағы чак-чагымызды дайындаймыз. Хворосты тағы көрсетем. Мінекей қыздар, чак-чагымызды осылай полоска қылып кесіп аламыз. Міне қыздар, чак-чагымызды осылай кесіп аламыз. Міне енді қыздар, біз қазір осылай 4 бұрышты етіп қиып аламыз да, мантыға жасаған сияқты, міне қамырды. Енді бұны біз хворост қылып әрлейміз. Қазір мына жерден былай, мінекей, осылай иректеп, осылай өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, басқа да түрлерін жасап, сөйтулеріңізге болады. Міне осылай, сосын кейін оны былай бекітеміз де, екінші жағын әкеп, мына жаққа бекітіп қоямыз. Содан кейін майға сап оны пісірамыз. Былай қойып аламыз бәрін жасап. Енді хворостың тағы бір түрін, қыздар, міне осындай нені қойып, мынаны еректеп бүйтіп кесіп аламыз да.
осылай кесіп алып, осылай кесіп аламыз да, 5-6 штуктан осылай қойып, оның үстін мынандай ағашпен басып, бітіп, қатты емес, енет кетпесін. Мінекей. Осылай, мінекей. Енді оны пісірамыз. Қыздар, мен ұмытып кеттім, маған су жағу керек. Алдымен су жағып аламыз, бит бір-бірінің үстіне қойып аламыз да, содан кейін ағашпен басамыз. Міне қыздар, осылай арасына жағып шығып, мынамен басасыздар да. Міне, содан кейін битіп қоя бересіздер. Оны майға піскеннен кейін домалақтан пісады. Кешірім өтінемін, қыздар, бағаналы бері мен жарықты қоспаппын. Міне ендігісін осындай кішкентай домалақ жасаймыз да. Міне осылай біздің форштарымыз жасалып жатыр. Міне әртүрлі пішінде. Одан кейін оны майға салып пісіреміз. Енді қазір кішірегін жасаймыз. Кішірегінде дәл солай, жаңағы ортасын осылай сулап отырып, осылай жабыстырып отырамыз да, 5-5-тен. Сонда үстін таяқшамен басамыз. Қазір мінекей. Бесеу, төртеу, бесеу болды. Енді осыны осылай басып, үстіп қоя береміз. Енді қыздар, біздің хворсымыздың мынандай түрі бар. Қазір мен тағы көрсетем. Осылай ұзынша кесіп аламыз. Мынау біреуге болып кете берсін. Мен осылай болып иректеп ұзынша кесіп аламыз. Так, мына жерін алып тастайық. Мына осылай ұзынша кесіп аламыз да, оны әдемілеп ораймыз. Қазір көрсетейін. Мына осылай қолымызды екеу аламыз бірінші. Одан кейін 3 саусаққа ораймыз. Одан кейін 4 саусаққа ораймыз. Сөйтеміз да, осылай астынан әкеп мынаған бекітеміз. Еземіз. Езіп мынаған мұжып жапсырамыз. Бір-біріне мінекей үст жапсырамыз. Сонда осылай болып қалады да, осылай розочка сияқты болып шығады мінекей пісқан кезде. Үсті пока қоя береміз. Жинай береміз мына жаққа. Қыздар, мен сіздерге лайфхакпен бөлсейін. Міне осындай чак-чакты бар ғой. Осылай жайып кептіріп ап, әбден құрғақ кептіріп, пергамент қағазға қалта жасап, соған салып қойсаңыздар, қонақ келген кезде қызып тұрған майға салып, пісіре қойып, үстінен бал құйып, өстіп жеулеріңізге болады. Ал қыздар, осылай енді майымызды қыздырып алып, мінекей осылай хворсымызды ақырындап пісірамыз. Салып отырып, осылай бұрап отырамыз, мінекей. Осылай. Так. Жасаймыз. Мінекей. Маймыз пісті. Қарайып кеткен. Қыздар, мен кішкене отты баяулатайық. Негізі баяу отқа пісірген дұрыс, мына сияқты қарайып кетпесін. Сәл осылай баяу болып, ақырын пісіп, сарғыш қып қана алу керек. Мені осындай кезде аударып отырамыз осылай. Мінекей, вот. Осылай сарғыштау болу керек. Мынауымыз тым болып кетті. Так, мінекей. Осылай майын сорғытамыз. Мінекей. Осылай алып, мынаны аударамыз. Бісмилла. Осылай мінекей орыстарымызды пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің хворсымыз дайын болды. Енді біз мына хворстарымыздың бетіне жақсылап қант себеміз. Осылай қанттың ұнтағын сахарный пудраны осылай сеуіп шығамыз жақсылап. Қазір осылай жақсылап сеуіп шығамыз. Қантты езіп аламыз да, кофемолкадан өткізіп,
Осылай хворостың бетіне сеуіп шығамыз. Сосын кейін екі түрлі шәкшәгіміз бір пісті. Енді осыны біз біреуін балмен араластырамыз. Балды водяной ваннаға қойып, ертіп алдым. Сосын біреуін сгущенкамен жасаймыз. Қазір оформление жасаймыз жақсылап. Міне қыздар, біздің чак-чагымыз, хворостымыз дайын болды. Мынау хворостымыз мінекей. Мынау чак-чак мёдпен араласқан балмен. Ал мынау сгущенкамен араласқан чак-чагымыз. Міне осылай пісіріп, наурыз дастарханына қойыңыздар. Ас болсын.